Баршаңызға сәлем. Бургерге арналған булочка дайындаймын. Ол үшін алдымен жұмыртқаға тұз, қант, су, сүтті қосып аламын. Сүтіміз бен суымыз жылы болу керек. Және де дрожжи қосып, оның үстіне сұйық майды қосамын. Барлығын біркелкі болғанша араластырамын. Жақсылап араластырып, онан соң 2 рет електен өткен ұнды қосатын боламын. Ұнды електен 2 рет өткізсеңіз, наныңыз 2 есе әдемі көтерілетін болады. Қамырымызды жақсылап біркелкі болғанша елейміз, және де оны қатты қылмай, тым жұмсақ қылмай елейтін боламыз. Кішкене сұйық май жағып, бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Және де көтерілген қамырды 2 қайтарып, қайта бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Ашыған қамырды таразға салмағын өлшеп алып, сол шыққан салмақты 12-ге бөлемін. Әр булочканың салмағы 120-130 граммнан шықты. Өзіңіздің қалаған формаңызда, размеріңізде дайындасаңыз болады. Осы рецептпен дайындап жүргенім 2 жылдай уақыт болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Булочканың рецептісін толық описанияда қалдыратын боламын. Дайын болған булочкаларымызды 10-15 минутқа бетін жауып қоямыз. Көтерілген булочкалардың бетін сумен сүртіп, яғни щеткамен су жағып шығамыз. Оның үстіне қалағанша күнжіт сепсеңіз болады. 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Өте дәмді, жұмсақ булочкамыз дайын. Жасап көріңіздер. Өте керемет шығады. Бұл булочкаларды тек бургерге емес, бутербродтар жасап жеуге, сэндвичте қолдансаңыз да болады.